Көрші апаның пенсиясы 70 мың теңге. Баласы күзетте істейді, табатыны 250 мың теңге. Оның 3 баласы бар. Мәссаған, жалақы жан бағуға жете ме әлде өлместің күнін кешу ме? Ресми статистика мен шынайы өмірдің арасы алшақтап барады. Бір жағынан миллиондық жалақылар туралы түрлі есептер, ал екінші жағынан миллиардтаған коммуналдық қарыздар. Қазақстандықтар қалай күн кешіп жатыр? Ал сіздің жалақыңыз қанша? Эфирде көршінің қызы, жайғасып отырыңыз, бірге талқылайық. Инстаграмда жазып қойыпты. Қазақстандағы ең төменгі жалақы 85 мың теңге. Бірақ бұл сома бүгінгі бағамен жан бағу ма әлде аштан өлмеуге ғана ма? Бұл жалақымен орта есеппен 1,5 миллион адам күн көріп отыр. Жалақы аз, азық-түлік қымбат, коммуналдық қызмет, өзге шығындарды есептемегенде қалай күн көруге болады? Көрші апа айтады, елде азық-түлік бағасы едәуір қымбаттаған. Май, шәй, нанның өзіне кемі 5 мың теңге кетеді. Ойланып қарасам, шынымен солай екен. Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше, Қазақстан азық-түлік бағасы ең жылдам өсетін топ 5 елдің қатарына кірген. Бұл нағыз дабыл қағатын жағдай. Бұған қоса күнделікті қажеттілікке айналған интернет тарифі де 20%-ға қымбаттап үлгерді. Бұрын 4 мың теңге болған тарифтер қазір 5 мың теңгеден асып жығылады деуге де болады. Смартфондағы интернет сән салтанат емес, керісінше оқу мен жұмысқа арналған күнделікті қажеттілік екенін ескерсек, бұл әр отбасының қалтасына тікелей соққы болмақ. Айтпақшы, көрші Роза тәте бар ғой, сол коммуналдық қызметтерде істейді. Сол айтады, 2025 жылдың қорытындысы бойынша халықтың коммуналдық қарызы 18 миллиард теңгеден асып кетіпті. Бұл нені білдіреді? Жылу, су, жарық жағу сынды күнделікті өмірге аса қажетті энергиялар халықтың қалтасын қанап, әмиянға ауыр соққы болуда. Табыс пен тариф алшақтығы байқалады. Яғни адамдардың табысы бағаның өсу қарқынына ілесе алмай жатыр. Сонымен қатар төлем қабілетінің төмендеуі де бар. Халық тамақ ішу мен жылуға төлеу арасында таңдау жасауға мәжбүр. Тіпті қоқыс тастасақ та оның өзіне төлейтін тариф ақысы тағы бар. Қазіргі уақытта 2026 жылдың 1-тоқсанына дейін тарифтерді өсірмеу туралы мораторий жарияланған болатын. Дегенмен сарапшылар бұл да алдағы уақытта өсетінін айтады. Яғни 2026 жылдың келесі кезеңдерінде инфрақұрылымға байланысты тариф бағалары тағы да көтерілмек. Ой, осы көршілердің үйіне бара қалсаң, біздің келін мұғалім ақшаны қырып табады деп жатады. Ұстаздар, медиктердің жалақысы көп, солар әйтеуір өлмейтін мамандық дейді. Бірақ олардың мойнында ауыр жүк бар екенін де ұмытпау керек. Ең сорақысы Жетісу облысында тәулік бойы тынбай еңбек етіп, науқастарға көмек көрсетіп, емдеген ақ халатты абзал жандар әлі де өзіне тиесілі жалақысын ала алмай жүр. Талдықорғанда медициналық қызметкерлерді заңсыз артық жұмысқа тартқаны белгілі болды. 700-ден астам қызметкер күндіз-түні жұмыс істеп, лайықты еңбек ақысын ала алмай жүргені медицина саласына нағыз сын деп айтуға болады. Жергілікті құзырлы орган бұл мәселені шешуге уәде еткен. Жалақы аз, халық кедей деп қара аспанды төндірмейік. Біздің айтишник көрші мысалы жақсы табады. Балалары жеке мектепте оқытып, жақсы көлікте мінген. Демек, елімізде миллиондап жалақы алатын мамандықтар да біршама. Атап айтар болсақ, тау-кен, IT, қаржы саласында еңбек ететіндердің жалақысы миллионға жуық. Ал мемлекет ұсынған дерекке сәйкес, ауыл шаруашылығы мен білім беру саласында істейтіндер 200, 300, 400 мың теңге айналасында қаржы табады. Солтүстік Қазақстан, Жетісу және Түркістан облыстарында ел бойынша ең аз жалақы мөлшері деп бекітіпті. Яғни, орташа жалақы 295 мың теңгенің айналасында ғана. Бұл сомамен бір отбасын асырауға бола ма? Сіз қалай ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз, бірге талқылайық.
Осымен көршінің қызы өз әңгімесін аяқтады. Арнаға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз.